Сәлем, чиз мультикқа қош келдіңдер. Таспақа отбасы жолдан өтіп баратыр. Бірақ ең соңғы боп әрең келатқан бір балақай бар. Ол әрең дегенде жолдың ортасына жетті. Кенеттен мәшіне шығып, оны мұжып кете жаздайды. Мәшіне көпірде әрең ілініп тұр. Оны көрген балықшы щенячий патруль, яғни күшік патрулін шақырады. Щенячий патруль жылдам жетіп келеді. Танысайық, командир бала Райдер және оның ержүрек күшіктері ұшқыш Скай, құрылысшы Герпіш, өрт сөндіргіш Маршал, полицей Гончик, жол талғамайтын қайық мінген Зума және мусор ауаз айдайтын Рокки. Сөйтіп олар құтқару операциясын бастап кетті. Гончик жүргізушіні шығарады. Халық шапалақтауда. Ақырында Райдер мен Гончик кішкентай тасбақаға отбасына жетіп алуға көмектеседі. Қалада пойызда бір дөкей Либертидің алдына қоқыс тастап, ақырында дөкей «Болды, братан» деп қоқысын алып кетеді. Либерти сырғанап түсіп далаға шығады. Орталықта әкім сайлауы өтуде. Жұмбақ себептермен бірақ үміткер қалған. Ол монополия ойыннан қашып кеткен мысықтарды жақсы көретін Хамдингер. Иттерге бұл жаққа кіруге рұқсат жоқ болғандықтан, Либерти бір қара тәтенің шарфы боп кіреді. Хамдингер қаланы өзгерту үшін кітапхана, музейлерді және иттер алаңын алып тастау керектігін айтады. Либерти щенячий патрульға звондап, оларды шақырады. Райдер жасақты жинап жолға шыққалы жатыр. Алайда Гончик барғысы келмейтін секілді. Гончик бала кезінде осы қалада көп қиыншылық көріпті. Сосын оны Райдер тауып алған екен. Бала досына кеп, жолға аттануға оны әйтеуір көндіреді. Сөйтіп олар жолда кетіп бара жатыр. Герпіш бір кезде шабадан ашады. Щенячий патруль қалаға жетті. Әкім ауа райы департаментіне келіп, аспанымыз ашық болсын дегендей аспаннан бұлттарды алып тастауды талап етеді. Өйткені салют атам дейді. Қыз құрылғыны көрсетіп, көмектесуге келіседі. Енді әкім ғой ол. Құрылғы іске қосылып, жаңбыр тоқтап, аспан ашылады. Сол мезетте щенячий патруль өздерінің жаңа базаларына жетеді. Күшіктер жаңа үйлеріне қуануда. Үйде тәттілер диспенсер бар екен, және қаланың интерактивті ішді картасы. Сол уақытта аспанда құрылғы бұлтты сорып жүр. Әкім салют атып, масқара болады. Техник бұл шоудың бір бөлігі деп жарысалады. Хамдингер миды ашытпа деп мысықтармен барлық салютты бірақ атады. Басында күшті көрінеді, бірақ салюттар құлап, әр жаққа атқылап, дүрбелең басталады. Салют әкімнің қалпағын тесті. Щенячий патруль қалада жаман нәрселер орын алғанын түсініп көмекке асығады. Күшіктер формаларын киіп, қалаға сырғанап түсіп, пробкаға тіреледі. Либерти кеп өзінің шәрт ететінін көрсетіп, топты төтенше жағдай орын алған жерге алып келеді. Гончик нағыз полицей сияқты кіруге болмайды деген сары лентамен алаңды қоршап, мәшинесіндегі сауытты іске қосады. Әкім жынданып лимузинімен қашады. Сол мезетте Маршал сушарлармен ататын зеңбірегімен атып, отты демді өшіреді. Рокки болса қоқыстарды жинап тастайды. Гончик адамдарды құтқаруға асығып, парашютымен қонады. Алайда ол парашютты уақытылы шешуді ұмытып кетіп, жел оны балконнан ұшырып, ол оттың үстінде тұрып қалады. Маршал жолдасына сумен атып, оны қуырылып кетуден сақтап қалады. Сосын шығып, қалған өртті өшіреді. Адамдар Гончикті жерге түсіруде. Қаһармандар мен адамдар суретке түседі. Мұның бәрін жаңалықтардан көрсетуде. Әкім адамдарына патрульді ұстауды бұйырады. Гончик түнде ұйықтай алмай жүр, мұңайып. Таңертең Либерти далада оянып, ташкысына секіреді. Жолда жеміс-жидек сатушысында тоқтап, жүрек жалғап алады. Кендра әкімге кеп, құрылғыны былай қолдана беруге болмайтын ескертеді. Әкім кетші бар деп, жаңа метроны көрсетеді. Вагондар бұған сай болмағандықтан, алғаш отырған адамдар пойыз тоқтағанда ойбайлап қаша жөнеледі. Ал үшінші рет жүргенде пойыз жоғарыда тұрып қалады жүрмей. Хамдингер әдеттегідей қашып кетеді. Пойыз ішіндегі бір адам щенячий патрульді шақырады. Герпіш тіректерге тез кебетін бетон қияды. Ал Рокки рельстерді ұстап тұр. Либерти адамдарды құтқару жұмыстарын жүргізу аймағынан қуып жүр. Скай аспанда көмектесуде. Гончикқа енді адамдарды шығарып алу керек. Бірақ ол қорқып жатыр жота. Ақырында өрт сөндіруші Маршал адамдарды құтқарады. Ал ұшқыш Скай Гончикті түсіреді. Райдер Гончикті құшақтауда. Бала күшікке кішкене демалып алу керектігін айтады. Гончик ренжіп, жұмыстан қуды деп ойлап қашып кетеді. Оны әкімнің адамдары ұстап алды. Райдер мен топ оның ошейнигін тапты. Гончикті иттер түрмесіне қамап қояды. Хамдингер иттерді жаппай аулауға кірісіпті.
гонщикті табу үшін Либерти ұсталуды шешеді. Ол тікелей эфирге кіріп кетіп, бәрін бүлдіріп, әкімді ұятқа қалдырады. Содан ол да түрмеге түседі. Либерти гонщикқа: «Давай дайындал, қазір шығамыз. Уайымдама, батырлар да қорқады», деп оны жандандырады. Сол кезде герпіш кеп қабырғаны бұзады. Иттер босатылды. Топ базаларына қайтты. Райдер гонщикқа ол командаға қалай түскенін еске салуды шешеді. Алайда күшік жаман кездерді есіне алғысы келмейді. Бала досына оны дәрменсіз болған соң емес, керісінше күшіктен бұрын кездестірмеген ерлік пен батылдықты көрген соң алғанын мәлімдейді де гонщикқа ошейнигін қайтарады. Күшік Қазақстан Республикасына қызмет етем деп айғайлайды. Сол мезетте бұлт сорғыш құрылғы толып кетіп, әкім пультті сындырып тастайды. Хамдингер өзінің мұнарасына ашатынын жариялайды. Төбесінде өзінікі сияқты қалпақ. Аспандағы құрылғы істен шығып, сорған бұлттарын шығара бастайды. Қалада дауыл басталды. Ғалым қыз не болғанын түсіндіріп щенячий патрульді шақырады. Райдер Либертиді команданың мүшесі етіп, оған турбоскутер табыстайды. Либерти қуанып, базадан ұшып шығады. Енді ол щенячий патрульдің мүшесі. Скай құрылғыны өшіруге ұшады. Зума сол сәтте өзендегі адамдарды байқап көмекке асығады. Либерти екеуі отбасын құтқарады. Райдер мұнараға жетіп, әкімді құтқаруды шешеді. Скай аспанда жүр. Бала әкімді құтқарады. Алайда өзі қиын жағдайға тап болды. Өйткені мұнара құлады. Гонщик оны құтқаруға асығады. Төбеде ол командирге жету үшін құрылғысымен атып мүлт кетеді. Еңсесі түскен күшік бар батылдығын жинап секіреді. Ол баланы құтқарды. Скай құрылғыны тормен ұстай алмаған соң тараңғы шығуды шешіп, соғылмай тұрып катапульталанады. Үлкен жарылыстан кейін аспан тазарып, Скай жерге қонады. Жанына соғылған тікұшақ құлайды. Әкім қашып кетуге тырысқанда, Скайдың дроны оны ұстап алады. Мультиктің басындағы дөкей мейірімді боп жүр. Халық щенячий патрульға сүйсіне қарауда. Райдер команданың жаңа мүшесі Либертиді ресми түрде таныстырады. Патруль жаңа тапсырмаларына аттанды. Осы жерден бұл тез мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Арнаға жазылып, колокольчикқа басып, комментарийде 1-ден 10-ға дейін баға беріп, қазақша контентті қолдап кетейік.